Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ болып шығатын мини пиццаларды дайындайтын боламыз. Әрі жиымтал. Бізге ең алдымен осындай бөлме температурасындағы сүтімізден кейін ақ суымызды, сливочный масломызды саламыз. Одан кейін қаймағымызды саламыз. Кез келген пайызда қаймақ түрі бола береді. Бір пиала толмаған, жарты пиаладағы қаймағымыз саламыз. Сонымен тұз, азырақ дрожж. Қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Заттарымыз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Қатты мұздай болмасын. Бөлме температурасында болғаннан кейін сарымайларымыз ерімейді. Ештеңке етпейді. Сарымайларымыз ерімесе де ұнымыз салып, қолға жабыспайтындай етіп, жұмсақ қамыр илей бересіздер. Осылайша ұнымыз салып алып, мен қамыр илеуге кірісіп кеттім. Асханаларда, болмаса мектеп асханаларында ерекше көп сатылатын осындай мини пиццаларды енді үйде жасап көріңіздер. Кез келген уақытта жеуге болады. Жұмсақ болып тұра беретін, ешқандай өзінің бір жегеннен кейін қатып қалмайды. Оны қайта-қайта ысытып жесеңіздер де өзінің формасын сақтайды. Жұмсақ күйге қалады. Осылайша жасап көріңіздер. Мінекей менің қамырым дайын. Оны тұндыруға қойып қоямыз. Бір жарым сағат жылы жерге қойып қоямыз. Тұндырып қойғаннан кейін бір сағаттан кейін қамырымызды ашып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырым жұмсақ болып ісініп шыққан. Содан кейін кіші бөлшектерге бөлеміз. Егер сіздердікі бірдей болып шықсын десе, таразы көмегімен өлшеңіздер. Мен көзбен жоба өлшеп істедім мини пиццаларды. Осылай бәрін бөлшекке бөліп, зуала жасап алатын боламыз. Зуала қып жасап алғаннан кейін пиццаларымыздың қамыры тағы жарты сағатқа, болмаса 40 минутқа асығыс болсаңыз, еш болмағанда 20 минутқа тындырып қойыңыздар. Пиццаның жұмсақ болып шығуы оның тынуына байланысты. Осылай тындырып қойсаңыздар, әбден өзі жұмсап, ісініп, демалып алады. Осылай қамырларын бәрін бөлшектерге бөліп алдым мен. Сонымен бетін жауып тындыруға қойып қоятын боламын. Еш қиыншылығы жоқ. Кәдімгі пиццадан да айырмашылығы жоқ. Бір ғана айырмашылығы оның өлшемінде. Бұл кішкентай ғана шығады. Бұл кішкентай мини пиццаның бір жақсы жері. Біреуін жеп балдар, біреуінен тояды. Үлкен кесіп отырып, оның бөлшектерге кейде нан жері қалып кетіп сөйтеді. Оның ештеңкесі қалмайды. Бәрін балдар жеп қояды. Зуаламызды тындырып қойғаннан кейін листіміздің астын жақсы майлап аламыз. Ешқандай оқтаудың көмегінсіз қолмен жаятын боласыздар. Солай қолмен жайып алатын боласыздар пиццаларды. Көпсіп ісініп тұрғаннан кейін жаюға да оңай болып, тез жайылып кетеді. Осылай мини пиццаларымызды жайып алғаннан кейін ішіне салатын заттарымызды дайындап аламыз. Мен 2 түрлі шұжықтан салдым. Копченый мен вареный түрінен. Екеуін араластырып, турап салдым. Майдақ турадым. Қалсаңыздар, болгарский салсаңыздар да болады. Біздің үйдегілер болгарский ұнатпайтын болғаннан кейін, мен болгарскийді салмай қой салдым. Оны салғанмен бәрі теріп алып тастайды. Сол үшін салмауды жөн көрдім. Осылай шұжығымыздың 2 түрлі шұжығымызды турап дайындап алдым. Одан кейін помидорымызды дайындап алдым турап. Помидорымызды ұсақтап, майдалап тураймыз. Бәрін турап дайындап алғаннан кейін майонез бен кетчупты араластырып, оның соусын дайындайтын боламыз. Жаныма қызым келіп, ол майдаланған шұжықтарды көріп жеп бастады. Осылай ең алдымен бірінші
майонез кетчугымыз жағылғаннан кейін оның үстіне сырымыз саламыз шоколад. Сырымыз салғаннан кейін 2 түрлі шұжығымызды саламыз бетіне. Теріп салып шығатын боламыз. Помидорды аз-аз салатын боламыз. Су шықса ғана болды. Біздің үйдегілерді негізі помидорды ұнатпайды. Бірақ мен суы шығып, помидордың дәмі бөлек болып шыққаннан кейін көбінесе салуға әрекет қыламын. Осылай шамалдағы үстіне салып шықтым. Осылайша біздің мини пиццаларымыз дайын. Қамырын көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ үпілдек болып шығады. Жұп-жұқа істей беріңіздер. Сіздермен болған Гүлбахар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта жеңіл рецептермен бөлісетін боламын.